Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет әрі дәмді болып шығатын рулеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл дүкендегідей рулет жасағыларыңыз келсе, міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге дәл осындай рулеттердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап көпіріп ағарғанға дейін миксерлеп алуымыз керек. Біздің массамыз осындай үлпілдек, өте керемет масса болып шығуы қажет. Одан кейін дәл осы массамызға біз ұн мен қопсытқышты қосамыз. Одан кейін үстіне қайнап тұрған, бірақ жылы суымызды қосып, жақсылап силиконды күлекшемен араластыратын боламыз. Ешқандай миксер қолданбаймыз. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Асты мен үстіне қарай араластырамыз. Массамызды басып алмауымыз керек. Одан кейін пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызған пешке салатын боламыз. 4 бұрышты форманы дайындап, бір келкі тегіс қылып жайып алатын боламыз. Тегіс жайып алғаннан кейін барып пешімізге салатын боламыз. 25-30 минут шамасында пісіп шығады. Піскеннен кейін міндетті түрде орамалымызды дайындап, ыстық күйінде астындағы пергаментін алып тастаймыз да орап алатын боламыз. Бірден ыстық күйінде орайсыздар, мүлдем бөлме температурасында біздің бисквитіміз тұрып қалмауы керек. Одан кейін барып біз крем жасауға кірісеміз. Сары майымызға сахарный пудраны қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Қантты қолдануға болмайды, тек сахарный пудраны қолданып ағарғанша миксерлеп аламыз. Біздің алдын ала тоңазытқышта 6-7 сағат шамасында тұрған творожный сырымызды алып, дәл осы массамызға қосып, тағы да бір рет жақсылап миксерлеп аламыз. Ұзақ миксерлемейміз, кемінде 30 секунд шамасында миксерлейміз, себебі ішінде май болғандықтан іріп кетуі мүмкін. Одан кейін барып біз суыған өте керемет бисквитімізді ашатын боламыз. Осылай абайлап ашасыздар. Одан кейін пропитка ретінде өздеріңіз қалаған сироптарды қолдана берсеңіздер болады. Мен сүтті қолдандым. Сүтпен істесеңіздер өте керемет болып шығады. Немесе қантпен суда ертіп бір кесесеңіздер болады, бірақ сүтпен өте керемет болып шығады. Барлық кремді осылайынан ішіне салып, жағып, қайтадан біз орайтын боламыз. Бір келкі қылып орап аламыз. Ешқандай жері сынбайды, қорықпай жасай берсеңіздер болады. Менің бұл 6-7 рет жасап жатқан өте керемет сәтті рецептерімнің бірі. Осылайынан басында орамалмен көмектесеміз. Одан кейін өте оңай, керемет болып оралып шығатын болады. Одан кейін орап болғаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа 3-4 сағат шамасына қоямыз. Себебі біздің креміміз, сиробымыз барлығы бір келкі болып сіңуі керек. Осылайынан екі артық жерін алып тастадым. Менің дәл осы ыдысыма симағандықтан алып тастадым. Немесе солай қалдыра берсеңіздер де болады. Әдемілігі үшін шоколадты ертіп, осылайынан сеуіп шықтым. Өте керемет болып шығады. Креммен сәндесеңіздер де болады, жемістермен де сәндесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалаларыңызша маған дәл осындай дүкендегі сияқты шоколадпен сәндеген өте қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шығады, көп жандар айтып жатады, дәл осы менде рулет мүлдем шықпайды, сынып кетеді дейді. Дәл осы рецепт сынбайды. Сіздерде өте керемет нәтижемен шығатынына сенімдімін. Тағы да бетіне үткішпен өткізсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көрген болсаңыздар, менің инстаграм парақшамда жіберіп қойсаңыздар болады. Осы видеоның астына қалдыратын боламын. Рецептерді де осы видеоның астында таба аласыздар. Өте керемет қарапайым рецептпен жасалған рулет. Қазір мен сіздерге кесіп ішкі дүниесін көрсететін боламын. Өте нәзік әрі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы туысқандарыңыз келгенде де дастарханға ұсынсаңыздар, дәл дүкендегідей рулетті жеп отырғандай өте керемет, одан да артық рулетті ұсынасыздар. Кремі де өте керемет болып тұр. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге 100% кепілдігім бар. Дәл осындай рулеттер сізге ұнайтынына. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы қандай рецептермен бөлісетінімді міндетті түрде пікірге жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Ас болсын!